достар, бұл қазақша кино шоуы арнасы. арнама жазылыңыз, пікір білдіріңіз, белсенділік танытыңыз. «Свадебное платье» 2010 жылы шыққан дорама. Бұл оңтүстік Кореяның эмоционалды фильмі. Фильм туралы айтатын болсақ, фильмнің жанры драма, мелодрама. Режиссері Квон Хён Джин. Фильмнің сюжеті фильм баласы мен анасы арасындағы ерекше байланыс туралы баяндалады. Анасы табысты дизайнер, бірақ қатерлі аурудың салдарынан оның өмірі шектеулі. Ол қызы үшін естелік ретінде өзі тіккен ерекше киімдерін қалдырып кеткісі келеді. Фильм махаббат, құрбандық пен уақыттың бағасы туралы сыр шертеді. Актерлар Сон Юн А анасы ретінде ойнайды. Рөлінде Ким Хён Си қызы Сораның рөлінде. Фильмнің ерекшеліктері: бұл фильм көптеген көрермендердің жүрегін желдіретіп, өмірдің өткеншілігі туралы ойлауға мәжбүр етті. Егер сізге әсерлі отбасылық дорамалар ұнаса, бұл фильм сіз үшін тамаша таңдау болмақ.